Thank you very much деп айтуды қой. Ол дұрыс, бірақ ол тым ресми, тым жасанды. Оның орнына айтуға болатын басқа да күшті фразалар бар. Мысалы, thanks. Thanks a lot. Thanks a lot. Thanks. I really appreciate it. I really appreciate it. That means a lot to me. That means a lot to me. I owe you one. I owe you one. Осылардың қайсы ұнады? Пікірге жаз және табиғи естілетін ағылшынды үйренгің келсе, осы парақшаға тіркел. Ағылшын тілін үйреніп бастап жарты жолда тоқтап қалдыңыз ба? Ағылшынша кішкене білесіз, бірақ еркін сөйлеп үйренгіңіз келе ме? Мен өзім A2-ден C2 деңгейіне жеттім. IELTS-тан 2 рет 8,5 ұпайын алдым. Өзімнің тәжірибемді 6 курсқа жинадым сіз үшін. 6 курсқа кіретіні: IELTS-қа дайындық, деңгей көтеру, акцент, shadowing, менің ағылшын үйрену жолым және күнделікті өмірде сөйлеу бәрі бір пакетте. Оған қоса сізді 24/7 тексеретін speaking ассистент, жабық телеграм клуб және өзіммен ай сайынғы өтетін жабық эфир. Бұның барлығының бұрынғы бағасы 569 мың теңге, бірақ тек бүгін тіркелгендерге 99.990 теңге ішкі бөліп төлеу бар 2 айға. Еңбек етсеңіз, Алла қаласа нәтижесін өзіңіз сезінесіз. Тіркелу үшін осы посттың астына 6 курс деп жазыңыз.